Армысыздар менің көрермендерім. Қайнағасы келініне үйленген, күйеуіне ренжіген әйел отбасындағы жағдайды жайып салды. Өз бала-шаға білсе не болады? Екі баласын маған бақтырып қойып, қаладағы сауық сайран салып жүрген екен. Құрдастардың, дос жарандардың арасында бәйбіше тоқал туралы тақырып қозғалса, бұл мәселе мені өмір бақи теріс айналып өтірдей беймарал отыра беруші едім. Бірақ ойламаған жерден басыңа түскенде не жыларыңды, не күлеріңді білмей қалады екенсің. Бізді өзімнің туыс әпкем таныстырған, өзі тұрмысқа шыққан әулеттің жиені боп келеді екен. Жақсы жер, барсаң қор болмайсың деп арамызға түсіп, мені жиен қайнысына келіншек етті. Үй болған соң анау да мынау да болады ғой. Бастысы бәріне сабырмен қарап, 5 баланы өз үйінен алыстатпай өсірдім. Опалы не керек, күйеуім мал табар адам. Мектепте сабақ береді, одан қалса мал барда қылайды. Көктемде жер жыртқызып егін ектіреді. Әйтеуір қарап жүрмейді. Соның арқасында ата-енемнің үйі, біздің үй ас ауқаттан қысылмаған. Балаларды да бейпіл өсірдік. Тұңғышымыз ұл, одан кейін 4 қыз таптым. Ұл тусам екен деп жүріп, 4-еуді де қыз болғаннан іштей қынжылғаным рас. Себебі күйеуім 3 ағайынды, бірдеңе болса бір-біріне септесіп, көмектесіп, мәселені демде шешіп тастайды. Бірақ 6-шы рет құрсақ көтергенде менің денсаулығым жарамады. Дәрігерлер тууға үзілді кесілді тыйым салды. Оған күйеуім қапаланған жоқ. Құдайдың осы көрсеткені де шүкір. Мен саған ризамын деп қолдап көрсетті. Күйеуімнің ортаншы інісі бізден кейін 5 жылдан соң үйленген. Ол келіншек әкелген соң ауылдан үй салып бөлек шыққанбыз. Менен кейінгі келіннің мінезі нашар боп шықты. Оның үстіне қайным ішімдікке жақындау еді. Сонысы көтере алмай қайта-қайта төркініне кетіп, қайта келіп жүріп 2 бала тапты. Оны марқұм енем бауырына басып өз баласында етіп өсірді. Бірақ сол күйіне қайным мен келіннің арасы жақсы болмады. Келін 2 баласына қалдырып төркініне бір жола кетті. Ал қашпай мен өмір сүре алмаймын деген сылтау тапты. Мейлі деп қалдық. Қолымыздан басқа не келді? Бірақ бұл жағдай онсыз да ішімдікке үйір қайныма оңай тимеді. Арағын ерегесіп ішіп, достарымен күні-түні қуып, ақырында суға ағып қайтыс болды. Денесін әрең тауып жерледік. Сол күйіктен кейін енемнің де беті бері қарамады. 2 немересінің тағдыры, баласының өлімі, келіннің күйігі 2 жылдан соң оны да алып тынды. Марқұм өте жақсы кісі болатын. Қазір қара шаңырақта кіші бола тұрып жатыр. Үйлендіріп, той жоралғысын күйеуім екеуміз өткізіп бергенбіз. Қайын атамыз солардың қолында. Айтайын дегені мәселе, қайнымыз артынан 2-і емес қайтыс болған соң кеткен келін 2 баласын алып төркініне әкетіп қалған тұғын, бірақ ол жаққа да сыймаған осыдан 3 жыл бұрын қалаға келіп пәтер жалдап тұрып жатқанын естідім. Мерекелерде өзім хабарласып 2 баланың қал жағдайын сұрап тұратынмын. Жеңеше жағдайымыз нашар, тапқан табысымыз 2 баланың қажетіне жетпейді деп мұңын шығып жылап қалған. Шыдай алмай жағдайы күйеуіме айтқанмын. Бауырымның балалары ғой, көмектесейік деп келініне өкпелеп қалған жерін мейіріммен оятқан өзім едім. Арада бірнеше ай өткенде әлгі келін 2 баласын алып ауылға келді. Балалар демалысқа шықты. 3 ай осында жүріп, айран сүт ішсін деп тастап кетті. 2 бала есейіп қалған. Олардың келгеніне қатты қуанып, өз баламнан кем көрмей асырадым. Менің беріп отырған мейіріміме күйеуім де ерекше еміреніп кетті ме? Сенің ақылың бар екен. Бауырымның балаларына көмектескелі менің де берекем кіріп қалды. Осыларды өзіміздің балаларымыздай қолымызға алайық. Бұған келін қарсы болмас деп ақылдасты. Сөйтіп 2 ұлды ауылға көшіріп
оқыта бастадық. Бұл шешімге келінім де қуанып кетті. Емін еркін жұмыс істеп едім. Әйтпесе осылар сабақтан келді ме, кетті ме деп алаңдап жүруші едім деп бізге екеуін де бере салды. Дегенмен әр аптаның соңында күйеуім 2 баланы салып қалаға шешелеріне көрсетуге келуге апарып тұратын. Сөйтіп жүргенде күйеуім мен келіннің арасында жақындап кетіпті. Бір жылы бойы маған білдірмей қалада жасырын кездесіп жүрген. Оны қайнымның кіші баласы көріп қалып, әңгіме арасында байқаусызда маған айтпағанда ақымақ боп жүре берер екенмін. Ата мен мамам үйленген адамдардай қалада қол ұстасып жүреді дегенде үстімнен біреу мұздай су құйып жібергендей болды. Ең сорақысы, бұл әңгімені күйеуім теріске шығармады. Қайтем, Дариға бауырымның әйеліне бөтенге қия алмадым. Бұл біздің қазақта салтында бар, амягерлік қой деп міңгірледі. Менің аузым ашылып жүргенде қаладан бір бөлмелі пәтер сатып алып, келіннің атына жазып беріп үлгеріпті. Соншалықты аңқау, ақкөңіл болғаныма ішім ашыды. Күйеуім айына қанша табыс тауып жатыр, оны қайда жаратып жатыр, ештеңемен жұмысым болмапты. Әзірге бұл жаңалықта атам, қайным, келінім ғана біледі. Ағайын жұртқа естіртпедік. Мен одан бас тарта алмаймын. 2 бала ортада тұрғанда осы шешімім дұрыс деп күйеуім айтқанын қайтпай отыр. Ал келін құйрығын бұтына қысып алған бұралқы иттей менен қашып, телефонын көтермей отыр. Үйіме келіп асымды ішіп, көрпемді тіліп отырғанына қаным қарап жүр. Мұндайда не істеген жөн? Басым қатып кетті. Ажырасып кете салатындай жастан да өтіп кеттік. Өз бала шағам білсе не болады? Құрметті көрермендер, осы барада пікірлеріңізді жазып, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.